Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі қазақ тілінен өтетін сабағымыздың тақырыбы 121 сабақ мәтін және сөйлем тақырыбына жаттығу жұмысы. Бұл сабақта сендер мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыруды және жауап беруді үйренесіңдер. Сөйлемде кеткен тыныс белгі қателерін түзетіп үйренеміз. Сөйлем мүшелері және бастауыш пен баяндауыш арасына келетін сызықша туралы өткен білімдерімізді еске түсіреміз. Сабағымызды бастамас бұрын шығармашылық тапсырмаға қарайық. Суреттегі зат атауларының алғашқы әрпін тор көзге жаз. Қандай сөз шықты? Қане ойланайық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Наурыз сөзі шықты. Ендеше біздің бүгінгі сабағымыз Наурыз мерекесі туралы болады екен. Біз бүгінгі сабақта мәтін, сөйлем және сөйлем мүшелері туралы жыл бойы өткенімізді қайталаймыз. Енді сөйлем мүшелері туралы еске түсірейік. Сөйлем мүшелері тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер болып екіге бөлінеді. Тұрлаулы мүшелер сөйлемде тұрақты түрде кездеседі. Бұл мүшелерсіз сөйлем құралмайды. Тұрлаулы мүшелерге бастауыш және баяндауыш жатады. Бастауыштың сұрағы кім, не, кімдер, нелер, кімі, несі. Бастауыш баяндауыштың иесі болып табылады екен. Сөйлем мүшелеріне талдағанда бастауыштың астын бір сызықпен сызамыз екен. Баяндауыштың сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Баяндауыштың астын екі сызықпен сызамыз. Тұрлаусыз мүшелер сөйлемді толықтырып тұру үшін пайдаланылады. Тұрлаусыз мүшелердің астын ирек сызықпен сызамыз. Тұрлаусыз мүшелердің анықтауыш, толықтауыш және пысықтауыш деген түрлері бар. Бұлар туралы нақтырақ сендер жоғарғы сыныптарда танысатын боласыңдар. Енді сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талдайық. Арман бүгін дүкенге барды. Бірінші балалар, баяндауышты тауып аламыз. Бұл сөйлемдегі баяндауыш барды. Не істеді? Барды. Енді осы баяндауыштың иесін табайық. Кім барды? Арман барды. Ендеше бастаушымыз Арман екен. Ал қалған сөйлем мүшелері сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері болып табылады. Олардың астын ирек сызықпен сызамыз. Келесі сөйлем. Динаның анасы тігінші болып жұмыс жасайды. Мұндағы баяндауыш не істейді? Жасайды. Ал бастауыш осы баяндауыштың иесі болып табылады. Ендеше сұрақ қойайық. Кім жасайды? Анасы жасайды. Бастауыш анасы деген сөз екен. Қалған сөйлем мүшелері тұрлаусыз мүшелер болып табылады. Тек қана бастауыш пен баяндауыштан құралған сөйлемді жалаң сөйлем дейміз. Мысалы, бала ойнады, қоян секірді. Бастауыш пен баяндауыштан басқа тұрлаусыз мүшелері де бар сөйлемді жайылма сөйлем дейміз. Мысалы, бала доппен ойнады, қоян арықтан секірді. Қане балалар, еске түсірейікші. Бастауыш пен баяндауыштың арасына қай уақытта сызықша келетін еді? Бастауыш та, баяндауыш та зат есімнен болса, бастауыштан соң сызықша қойылады. Мысалы, Құрманғазы қазақтың ұлы күйшісі. Мұндағы бастауыш Құрманғазы, баяндауыш күйшісі. Екі сөзде зат есімнен болғандықтан, Құрманғазы сөзінен соң, яғни бастауыштан соң сызықша қойылады. Келесі сөйлемде. Сыныптағы ең үлгілі оқушы Әсем. Мұндағы бастауыш оқушы, баяндауыш Әсем. Мұнда да дәл солай. Оқушы және Әсем сөздері зат есімнен болғандықтан, яғни бастауыштан соң сызықша келеді екен. Енді 9-шы аттауға қарайық. Наурыз жыл басы. Бұл кезде күн ұзарады. Қыста жоғары көтеріле алмай, төменде болатын күн енді өрмелеп, төбеге шығады.
Осынау шуақты, әрі батпай, ұзақ тұратын көктем күнін қазақтар қадірлеп, Ұзынсары деп еркелете атаған. Оның мағынасы терең, ұлыстың ұлы күні деген сөз. Бұл күнді тойлау халқымыздың ежелгі салты. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, оған жауап бер. Ұзынсары сөзі нені білдіреді? Мәтінге ат қой. Енді балалар, осы мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ қоюды үйретейін. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қою үшін қазір осы мәтіндегі әрбір сөйлемге сұрақ қойып көрейікші. Мысалы, бірінші сөйлемге сұрақ қояйық. Жылбасы қай уақыт? Наурыз жылбасы. Келесі сөйлемге. Наурызда күн қалай өзгереді? Бұл кезде күн ұзарады. Үшінші сөйлемге сұрақ қойып көрейік. Күн төбеге қалай шығады? Қыста жоғары көтеріле алмай, төменде болатын күн енді өрмелеп төбеге шығады. Төртінші сөйлемге сұрақ қойық. Қазақтар Ұзынсары деп нені атаған? Осынау шуақты, әрі батпай, ұзақ тұратын көктем күнін қазақтар қадірлеп, Ұзынсары деп еркелете атаған. Ұзынсары сөзінің мағынасы қалай? Оның мағынасы терең, ұлыстың ұлы күні деген сөз. Соңғы сөйлемге сұрақ қойық. Халқымыздың ежелгі салты қандай? Бұл күнді тойлау халқымыздың ежелгі салты. Міне балалар, сіздер жаңа осы мәтін бойынша сұрақ қоюды үйрендіңдер. Енді ұзынсары сөзі қандай мағына береді екен? Көктемнің ұзақ күнін Ұзынсары деп айтамыз екен. Ал балалар, мәтінге қандай ат қоюға болады? Мәтінге қойылған ат қысқаша мағынасын беріп тұруы шарт. Бұл мәтінге Наурыз, немесе Наурыз жылбасы, немесе Ұзынсары деп ат қоюға болады. 10-шы жаттығу. Сөйлемдердің тиісті тыныс белгісін қойып жаз. Жайылма сөйлемдерді жалаң сөйлемге айналдырып жаз. Сызықшаның қойылу себебін түсіндір. Қане балалар, енді мына жаттығудағы тыныс белгілерді қойып шығайық. Қойып болса, тексеріп көрейік балалар. Ендеше қарайық, қанша сөйлем шықты балалар? 3 сөйлем шықты. Сөйлемнің соңында нүктелер келген, және сызықша келіп тұрған сөйлемдер бар. Бұл жерде сызықшаның қойылу себебін ойланып көріңдер. Енді осы сөйлемдегі жайылма сөйлемдерді жалаң сөйлемдерге айналдырып көрейік. Наурыз жылбасы деген сөйлемді жалаң сөйлемге айналдырсақ, Наурыз басы деген сөйлем шығады екен. Яғни бұл сөйлемдегі бастауыш Наурыз, баяндауыш басы. Келесі сөйлемді алсақ, күн ұзарады. Ары қарай түн қысқарады. Соңғы сөйлемді оқиық. Наурыз мейрамымыз. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше өзімізді мына дескрипторлар бойынша бағалай қояйық.